Қайырлы күн достар, ерекше соуспен дайындалатын тауық етін духовкада пісіратын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тауығымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Кейін бір апельсинді бірнеше бөліктерге бөліп, бір ыдысқа апельсиннің соғын сығамыз. Кейін үстіне приправаларды салып, соус дайындаймыз. Мен осында хмели сунели приправасын қостым. Одан кейін приправа для курицы салдым. Смесь перцев. Міндетті түрде паприка салыңыздар. Соевый соус құямыз. Және 3 шай қасықтай бал қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, татымына қарай тұз қосуды ұмытпаңыздар. Одан кейін тауығымызды алып, зубочистканың көмегімен жан-жағын толықтай тескілеп шығамыз да, ыдысымызға салып, үстіне соусты құйып, іші сыртына жағып шығып, маринадқа жібереміз. Менде кемінде 4 сағаттай тұрды. Одан да көбірек тұрса, тіптен керемет болып шығады. Осылай ыдысымызға орналастырамыз. Аяғын байлап, бұл енді әдемі пісу үшін ыдысымызда қалған соусты бетіне құямыз. Тағы да жағып жан-жағына. Апельсинді тауығымыздың ішіне саламыз да, қалғанын сыртына қойып, зубочистканың көмегімен ашық жерін бітеп қоямыз. Дайын болған тауығымыздың бетін пергамент қағазымен жауамыз, себебі духовкада салған кезде күймей жақсы пісатын болады. Осылай пергамент қағазын орналастырып, сыртын фольгамен ораймыз. 200 градуста 1,5 сағаттай пісірамыз. Егерде тауықтарыңыз кішірек болса, 1 сағатта толықтай пісіп шығады. Міне менде 1,5 сағаттың ішінде тауығым пісті. Енді иісі деген керемет болып тұр. Толықтай 1,5 сағатта пісады. Одан кейін оның бетіне соус дайындаймыз. Бізге сұйық май керек болады. Кішкене көз мөлшерімен саламыз енді бұл жерде. Одан кейін бал 1 шай қасық және горчица салуларыңыз керек. Менде горчица болмағандықтан мен паприка салдым. Паприка салып, жақсылап араластырып, толықтай тауығымызға жағамыз да, қайтадан бір 10 минуттай духовкаға жібереміз. Негізінде қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Міне бізде тауығымыз толықтай әдемі болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді керемет болып шығады. Бір жасасаңыздар, қайталап тағы да дәл осы рецептпен жасайтын боласыздар.